төлемеймін. Төлеп жатсыңдар ғой, штрафты төлеп жатсыңдар ғой. Сергекті әр аялдама сайын сергек алып қойған, соған түсесіңдер. Ол міндетті түрде түсесіңдер сендер. Оны төлейсіңдер сендер. А мен төлемеймін. Мен келіспеймін өйткені. Соттап жіберсін одан да. Тура сол секілді бәрілерін сөйтсеңдерші. Сол кезде бізді ана биліктің басына қалады, көндіре аламыз, айтқанымызды істете аламыз. Жоқ, бастарын салбыратып аласыңдар да, алимент төле десе барып алимент төлейсіңдер, штраф төле десе штраф төлейсіңдер. Мал емессіңдер ғой, ананы істе десе істеп, мынаны істе десе істеп жүре беретін. Адамбыз ғой, тіліміз бар, көзіміз бар, құлағымыз бар. Не үшін біздің семьямызға араласады бұл билік? Біздің семьяға араласатындай жағдайымыз жасап беріп еді бұл билік. Неге сөйтіп ойламайсыңдар ағайындар? Чатақтары қанша біздің үйдің ішімізде? Өз тентіреп әрен жүрген кезден ақ. Чатақтары қанша үйаптым аймайттардың? Кім ол Тоқаев деген? Мал олнақ, қылмыскер олнақ. Не үшін ол мен соттау керек ол? Не үшін мен үйімнің ішіндегі шаруаға араласу керек ол? Үйімнің ішіндегі шаруаға емес, Қазақстанды дамытсын деп қойды оны. Мына зомбилар қойса. Мен оны қойғанда жоқ, мен өйткені оған сенген жоқпын. Мен білдім оны өйстіп Қазақстанды тонағаннан басқа түк істемейтінін. Сол үшін оған дауыс берген жоқпын. Арақ ішсеңдер болды, тойға барсаңдар болды, таксовой етіп ақша тапсаңдар болды. Мал емеспіз ғой, твашмайды, мал емеспіз ғой. Сөйлей аламыз ғой біз, сөйлей аламыз ғой, тіл бар ғой. Не үшін бізге бір Алла берді мына тілді, мына құлақты, мына көзді? Жануарлар, мен бос уақытында мына жануарлар әлемін көрем. Жануарлар әлемнің өзінде жануарлар өздерінің жерлерін қорғайды, өздерінің балаларын қорғайды, өздерінің балалары үшін дакенса барады. Біз ұқсап үйдің бүйтіп есікті іліп алатындай күршек жоқ оларда. Оларда не соғысып, жаңағы келген жауменен соғысып, жеріңді жаңағы өзіңнің өмір сүретін жеріңді алып қаласың, не болмаса мал болып қашып кетесің басқа жаққа. Ал сендер соғыспай ақ беріп жатсыңдар ғой, қазақтар. Елді де, жерді де, байлықты да соғыспай ақ беріп жатсыңдар ғой. 15 күнге қамалуға қорқып жатсыңдар ғой, ағайындар. Мен митингіге шақырудан қорықпаймын. Шақырар едім, егер де қазақтың дайын екенін көрсепші. Көріп тұрған жоқпын ағайындар, митингіге шығуға дайын емессіңдер ғой сендер. Не то что митинг. Аулалардың сыртына шығуға қорқасыңдар ғой сендер, митинг жариялаған күні ше. Өтірік емес қой ағайындар. Егер де халық дайын болатын болса, мына әр қалада шығып жүрген, менің қасымда жүрген белсенділер, қарапайым белсенділер, мынандай Думан секілді, жаңағы Багатаң секілді, Бауыржан Атымбаев секілділер жұмыс істеп жүрмесе, олар саясатпен айналысып жүруші еді. Ана Кенжебек Сұлтанбек Семейдегі, ол барып мал бағып жүрмесе, ол саясатпен айналысып жүруші еді. Мына қазақтың қалай Қазақстанды дамытам деп ертеңін ойлап жүруші еді. Ал менің қасымда жүрген Сұлтанбек Кенжебек не істеп жүр қазір? Мал бағып жүр. Неге? Өйткені қазақтың қолдауы жоқ. Қазақ мал. Мал болмаса кішкене оянайық та, айтайық та мына биліктің басындағыларға, құрыңдаршы деп. Сендер елді дамытқанның орнына сендер елді құртып жатсыңдар ғой. Сендер жерді сатып жатсыңдар ғой. Лупамен әрең көрінетін мемлекетке біз қарызбыз. Лупамен әрең көрінетін мемлекеттерге, мен сендерге мына Қытай, орыстарды айтпай қояйын, несейлерді. Жұмыс жоқ па, брат, жұмыс істесей дейді. Жұмыс істеймін, әрине. Тура осы күйінде қолдаушы болмайтын болса, жұмыс істемегенде не істейсің? Жұмыс істейсің. Жүр ғой ана белсенділердің бәрі жұмыс істеп. Тура солай жұмыс істейміз. Бірақ елдіктерінен айырылатындарды ұмытпаңдар. Тағы да қайталап айтамын, белсенділерді қолдамайсыңдар ма? Белсенділер жұмыс істейміз, неме жұмыс істей алмайды деп түсіндір ме? 5-ші сыныптан бастап жұмыс істеген мен. 5-ші класстан бастап жұмыс істеген мен. Мандымайтын айлық, мандымайтын жұмыс болғаннан кейін біз көтеріле алмаймыз. Сен қатты байып кетіп жататын болсаң да сен байлығыңды тартып алады биліктің басындағылар. Оның бәрі дәлелденген нәрсе. Мен іштен өзімнің ойлап тауып айтып отырған жоқпын сендерге. Өйткені биліктің басында қылмыскерлер отыр. Содан кейін олар біздің байып кетуімізге мүмкіндік бермейді. 90-шы жылы кеп малдың көзін құртты, неше түрлі арулар ойлап тауып. Қазақты әлсірету үшін. Қазақты әлсіретіп алды да әлі сол күйінде ұстап отыр. Қазақ кедей, қазақ білімсіз. Қайдан бізде білім болады? Мектепте мұғалімдердің елдің болашағына балта шауып бюллетень ұрлап жүрсе, қайдан бізде білім болады? Сотрудниктердің бастықтарынан қорқып, заңмен емес, қылмыстық жолмен жұмыс істеп ататын болса, қайдағы бізде заң? Саясатпен айналыспайтындарға ол заң бар секілді көрсетеді. Сіз барасыз, арыз жазасыз, олар арыздарыңызды қабылдап алады.
Сіз арыз жазған адам қарапайым адам болса, оны соттай салады, ол түк емес оны соттай салу. Любой адамды апарып соттай салады. Оны соттай салады. Ал егер де сіз арыз жазған адам мықты адам болса, мә соттатасыз сіз оны. Солай ма ағайындар? Танысасыздар ма, сөз бересіздер ма, қозғаласыздар ма? Ізденесіздер ма, іздейсіздер ма бір-бірлеріңізді? Или осылай соттала берейік па біртіндеп? Мына кеше Қарағандылық Болатбек құрдасында сотталып кетіпті. Зейнелхан Болатбек деген. Ойбай елім деп тура мықты қозғалып жүреді, жанын беруге дайын болып жүреді. Жанын беруге дайын болып жүрген адам екенін білді, подставить соттады, болды. Ал мына эфирде ана қуғынбайлар немен деп боқтап жатыр? Боқтықтың көкесін көрсетіп жатыр ғой. Оларға неге тиіспейді? Өйткені олар саясатқа араласпайды ғой. Олар өйткені бір-бірін ана биліктің басындағыларға кет деп айтпайды ғой. Сол үшін оларға тиіспейді. Олар боқтай ма, олар шешіне ма тікелей эфирде. Бәрібір де әйтпесе соларды тоқтату не қиын ба не? Бәрінің үйлерінен шаштарына сүйреп алып шығып көттерін қыстыруға болады. Сен неме елге біздің қазақ елін жаман жағынан көрсетіп жатсың деп. Шешіне бақшашын эфирде. Жоқ, штрафстан деп айтты. Тоқаевтың айтатын әңгімесі. Қазақстанды штрафстан деп айтып, елді жаман жағынан көрсетіп жатыр дейді. Далбояп Тоқаев. Сенің ана Қазақстанда неше түрлі жаман жағынан көрсетіп жатқан маймылдарды неге айтпайсыңдар мына TikTokта жүрген? Неге соларға ұрыстап, соларға бір-екі ауыз сөз айтпайсыңдар? Екі жыныстыларға не үшін ақша бөліп жатсыңдар? Не үшін ана көп балаларға ақша бермейсіңдер? Көп балаларға неге көп бала болсын? Әр семья көп бала болса ақша береміз десеңдер, бәрі табады ғой, таппайды емес. Әрине асырай алмағаннан кейін бір бала, екі бала табады да бір жерлерін қысады. Өйткені мүмкіндік жоқ. Қана үлкен қалаларда пәтер жалға бермейді. 3-4 баласы бар адамдарға пәтер жалға бермейді. Неге? Өйткені абойын жыртсайды. Сұмдық емес пе? Бір күнге қай қалаға барсаң да бір күнге қонып шығуға 10 мың теңге, 15 мың теңге квартира. Йоп, твашымайды. Не деген сұмдық бұл, Беттерімен кеткендік қой мынау, Басынғандық қой мынау деген. Бір қалаға барып, қонаққа барып, ешкімді мазаламай қойыш, пәтер жалдап ала салайш деп. Ой дегіске кір, или болмаса, любой жерде бір квартираға звондаш, 10 мың, 15 мың ғой. 10 мың, 15 мың. Ал мына саясаттарында биліктің басында отырғандар 10 мың, 15 мыңдықтарды менсінбейді. Олар 70 мың, 100 мың, 200 мыңдық пәтерлерге қонады. Басқа қалаға барады, сол қаланың халқын тыңдау үшін барады да сол күніне 70 мың, 100 мың теңгелік пәтерге төлеп, сонда жатады 1-2 күн. Шешіп атқан мынасы да жоқ. Қай қалаға барсам да бар ғой, құл базарында толып жүрген қазақтар. Мен өзімнің көзіммен көру арқылы айтам. Қай қалаға барсаң да құл базарда жүрген қазақтар. Тентіретіп жүрді қазақтарды. Істемейді емес, қазақ істейді. Бірақ мандымағаннан кейін, шаршағаннан кейін, ішкеннен кейін бір-бірімен төбелеседі. Төбелескеннен кейін сотталады. Содан кейін біздің түрмелерде қазір орын жоқ. Біздің түрмелерде орын жоқ. Шаршайсың ғой. 5-ші сыныптан бастап жұмыс істеген мен, жалқау дейсіңдер. 5-ші сыныптан мен шемішке сататын мәкесісің көшеде отырып. Неге сол кезде ана биліктің басында отырғандар қазақтың тентіремес үшін әрекет жасамаған? Неге мен 5-ші класста сабақ оқып жүрмедім? Сауда сатып жүрдім. Өйткені мен әкемді арақтың ішіне кіргізіп, бөтілген аузын жапты. Бүкіл қазақта сондай. Арақтың ішіне кіргізіп, бөтілген аузын жауып тастады қазақтардың. Содан кейін кеттік бәріміз бетімізбен. Өтірік жатсындар қазір, намыстанып. Өтірік намыс не керек ол? Ертең Қытайлар келіп көттерінен тебетін болса, сол кезде уже намыстанбадың не?